Ассалаумағалейкум, құрметті бокс сүйер қауым. Мінекей бүгін 57 және 80 келі салмақ дәрежесіндегі ұлттық құрама боксшылары Бусто Арзицодағы шаршалаңды жеңіспен бастады. Осы шығарылымда Махмуд пен Нұрбектің жекпе-жегіне сәл тоқталып, шағын обзор жасаймын. Және де келесі жекпе-жектер мен келесі кезеңдегі қарсыластарымды атап өтемін. Құрметті бокс жанкүйерлер, сіздерге ақпарат ретінде айтып өтейін. Бұл жарыстың бір ерекшелігі бар. Ширек финалдық жекпе-жектерден кейін жарыс тоқтайды екен. 11 күні соңғы ширек финалдық кездесулер өтеді. Яғни жартылай финалға шыққан 4 боксшы Олимпиада ойындарының жолдамаларын иеленген боксшылардың есімі белгілі болған сәтте жарыс тоқтайды екен. Жартылай финал ақтық бәсекелік кездесулер орын алмайды. 57 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін әлем чемпионы Махмуд Сабырхан квалификациялық турнирдің алғашқы кездесуінде Эфиопия елінің боксшысы Ядес Летаға қарсы жекпе-жек өткізді. Алғашқы раундта Махмуд қарсыласының аңдысын аңдып, бір қарқында тиісті ұпайын алып, өз есебін түгелдеп отырды. Ал екінші раундтан бастап қарқынын көтере бастады. Өзінің стилінде Махмуд қарсыласын адастыра отыра, әр шабуылын өте сауатты орындап отырды. Көп соққылары ауа қармап қалған Ядесі 3-ші раундта шаршаңқырап қалды. Ал біздің отандасымыз қарқынды одан сайын үдейте отыра, жеңісті сенімді түрде Эфиопия боксшысынан жұлып алды десек те болады. Ал Махмуд келесі жекпе-жегін 8 наурыз күні өзінің байырғы қарсыласы тайландтық Суктет Саравутқа қарсы өткізетін болады. Махмудтың бұл тайланд боксшысымен осыған дейін жолы 2 рет түйіскен болатын. Екеуінде Азия чемпионаттарында. Алғашында жастар арасындағы Монғолияда өткен Азия чемпионатында Махмуд өз мықтылығын дәлелдесе, екінші рет өткен жылы Тайландта өткен 22 жасқа дейінгі Азия чемпионатының ақтық бәсекесінде жеңген болатын. Махмудқа сәттілік тілейміз. Одан кейін шаршалаңға көтерілген тағы бір әлем чемпионы 80 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Нұрбек Оралбай. Ол бұл турнирдегі өзінің алғашқы кездесуін Гаити мемлекетінің боксшысы Седрик Белони есімді боксшыға қарсы жұдырықтасқан болатын. Нұрбек алғашқы раундтан бастап басымдылықты бірден қолына алды. Гаити боксшысынан қарағанда Нұрбектің шеберлігі екі басқа жоғары болды. Әр соққысы сенімді және қарсыласына өте ауыр өтіп жатты. Жекпе-жекті көріп отырып, нокаут көріп қалам ба дегенде дәмен болғанын жасырмаймын. Бірақ турнир барысындағы алғашқы жекпе-жек болғаннан кейін толықтай 3 раунд өткізгені Нұрбек үшін алдағы жекпе-жектер алдында үлкен пайдасы бар десем де болады. Нұрбек те өзінің келесі жекпе-жегін 8 наурыз күні өткізеді. Оның келесі айналымдағы қарсыласы Тонго мемлекетінің боксшысы Падабати Прева атанбақ. Нұрбек Қазақстанда жастар және ересектер арасында әлем чемпионы ретінде 3 боксшының біреуі болып есептеледі. Олар Геннадий Головкин, Санжар Ташкенбай және осы Нұрбек Оралбайлар. Ал ертең шаршалаңға ұлттық құрама боксшыларының атынан 3 боксшы көтерілетін болады. Алғашында күндізгі сессияда сағат 15:00-де бұл турнир барысындағы өзінің екінші жекпе-жегін өткізетін 60 келі салмақ дәрежесінде әйелдер құрамасының боксшысы Рима Волосенко, Венгрияның боксшысы Петра Жабоға қарсы жекпе-жек өткізетін болады. Одан кейін түнгі сессияда нақтырақ 21:45-те 71 келі салмақ дәрежесінде ұлттық құрама капитаны Асланбек Шымбергенов Финляндия мемлекетінің боксшысы Сэм Мараватиге қарсы бұл турнирдегі осы салмақтың екінші айналымы, ал өзінің алғашқы кездесуін өткізеді. Одан кейін 00:30, яғни 12:30-да 63,5 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы Тринидад және Тобаго мемлекетінің боксшысы Даниэль Филиппке қарсы өзара мықтыны анықтайтын болады. Мінекей достар, ертең шаршалаңға көтерілетін боксшыларымызға сәттілік тілеп қойыңыздар. Бұл квалификациялық турнирде әр күн ақтық бәсекеге тең жауапкершілігі бар. Қазақ бокс жасасын, баршаңызға сәттілік.